Мен Зере Кадирхан. Бүгін сіздерді Аллаға шүкіршілік етуге арналған медитацияма шақырамын. Жайғасып отырып, денеңізді бос ұстап, терең-терең демалыңыз. Бүгін осы медитацияны тыңдап отырсаңыз, сіз өте бақыттысыз. Өйткені сіз тірісіз. Алла тағалам сізге тағы бір күн өмір сыйлады. Күнделікті қарбалас тіршіліктің өрісімен бір шама демалып, жаратушымызға алғыс айтуды ұмытып кетеміз. Таңда тұрып, еш жеріңіз ауырмай, көздеріңіз көріп тұрса, сіз өте бақытты да бай адамсыз. Шүкір етіңіз, денсаулығы зор адам алға қойған мақсаттарына жетуге тырысады. Науқас денсаулығын жақсартуды ғана ойлайды. Оның басқа ешқандай арманы болмайды. Шіркін, денім сау болса, мен барлық мақсаттарыма оңай жетер едім деп күрсінеді ол. Аллахым, осы таңда аман есен оянғаныма шүкір. Денім сау, жан жағым тыныш, ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Ас үйге барып шай қойып, таңғы ас дайындап, асықпай отырып, шай ішкен, ол сондай керемет бақыт. Әрбір ауызға түскен тағамның дәмін сезіну, оны шайнап жұтудың өзі бақыт. Аллахым, менің барлық дене мүшелерімді сау қылып жаратқаныңа шүкір. Сен сондай құдіретті едің. Өз аяқтарыммен жүріп, өзімнің барғым келген жерлерге жету қандай бақыт. Мен сондай еркінмін, менің аяқтарым сау. Маған кішігірім мақсаттарыма өз аяқтарыммен барып жетуіме мүмкіндік берген Аллаға шүкір. Егер қолымыздағы бір саусағымызды кішкене кесіп алатын болсақ, көңіл күйіміз түсіп, бар назарымыз сол саусақта болады. Қандай шаруаға кіріссек те, сол саусақтың зақымдалғаны өз әсерін беріп тұрады. Осындай кішігірім жағдайлардан ақ біздің шүкіршілігіміз артады. Бұндай жағдайлар болмаса, біз өзімізге, жаратушымызға көңіл бөлмей кетеміз. Аллаға шүкір, жұтатын ауа шексіз.
жанұям аман есен, қандай да болса баспанам бар. Алдыңда жейтін асың, түнде жататын жылы төсегім, осының барлығы байлық пен бақыт. Біз осындай қарапайым дүниелерге шүкіршілік еткенде, Аллахым оларды арттырады. Сондықтан бар өмірімізге шүкір етіп, әрекетімізді жасай берейік. Аллахым берекесін әлбетте молынан береді. Осындай позитивті нотада медитациямды аяқтаймын. Келесі сіздерге пайдасы зор медитацияларымда жүздескенше. Осы медитацияның астына Аллаға шүкіршілігіңізді жазып кетіңіз. Жазылған нәрсе орындалғанмен тең дейді. Сондықтан міндетті түрде өзіңіздің шүкіршіліктеріңізді жазып өтіңіз. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.